Ассалаумағалейкум, құрметті маңғыстаулықтар. Біз осы Ақтау қаласынан боламыз. Яғни осы баспана KZ дейтін YouTube каналын аштық. Бұл YouTube каналда сатылатын үйлерді, және сатылатын жер үй домдарды, квартираларды, сатылатын жерлерді түсіретін боламыз. Осы баспана KZ каналына жазылып қойсаңыздар болады. Және бұл жерде сатылатын үйлерді қарап отыратын болсыздар, қай микрорайон үйлері қанша бағалары, және качестволары қандай деген сияқты. Яғни сіз үй алар кезде ешқандай уақыт жоғалтпайсыз, әр микрорайонға қарап салыстырып деген сияқты. Осы каналға жазылып қойсаңыз, біз күнделікті түсірген видеоларымызды салып отырамыз. Енді қазір біз 31Б микрорайон, 31-ші домға келіп отырмыз. Екінші этажда, бірінші пәтерде квартираны ішке түсіретін боламыз. Ендеше жазылып қойыңыздар, сұрақтарыңыз болса комментарға жазып отырыңыздар. Инстаграмымыз бар, инстаграм сілтемесін астына қойып кететін боламыз описанияға. Ендеше кеттік, сәттілік. Ал міне 3 комнатты квартираға келдік. Енді бір шеттен бастап түсіре берейік, сіздің дәлше информация беріп отырам. Кухняға кірейік. Міне кухняға кіріп тұрмыз. Кухня осындай. Кухняның бүкіл нелері таза, ешқандай сынып атқан, қирап атқан да ештеңе жоқ, көріп отқандай. Және бұл жерде қалатын егі бар, міне жасап тұр бәрі. Осы қалатын егі көріп отқандай кухнясы осы дәл осылай түгел қалады. Сатып алған адамға осы қалдырып кетеді бәрі. Заказбен бәрі жасалған екен. Жақсы жасалған, және су да кетіп тұр. Осы суда, мұздай суда ағып тұр бәрі. Ешқандай проблема жоқ. Осы үй дейтін. Жалпы төбесі гипс картоннан жасалған, көріп отқандай кішкене дизайны бар, өзінің сәл кішкене. Және пол ламинат. Кухня дейтін енді осындай кен, ортасы көріп отқандай кен бәрі. Столдары нелерді қоюға ыңғайлы. Кухнясы кен жасалынған. Мынау пеш, осындай алып жасап кеткен, газ пешті. Газ пеш бәрі жанып тұр, жасап тұр деді. Осы заттар бәрі қалады. Және отопленде қарадық жаңа, отоплен ысып тұр екен. Бұл да жасап тұр. Осы ендеше келесі комнаттарды қарай берейік, кеттік. Так, мына коридорда туалет ваннасы тұр екен, туалет ваннасын бір қарап жіберейік. Міне осы туалет ванны. Мына кішкене жакузи алып, шағындалып істеген екен. Олай бәрі әдемі. Су бәрі келіп тұр. Су ағып тұр. Бұл заттарда қалады деді, жалпы. Бәрі қалады деп отыр. Су бәрі нормально келіп тұр, өздеріңіз көріп отқандай, жақсы ағып тұр. Туалет ванна осындай. Бәрі таза капельмен жасалынған, жан-жағын полностью капельмен жасалынған. Есіктерді кішкене андай жақсы есік екен, қалың. Осылай. Енді басқа комнаттарды қарай берейік шаймен. Міне залға келдік. Зал осындай квадратный болып келіп тұр. Әдемі, төртбұрышты. Телевизор бар. Жоғарысы енді гипс картоннан жасалған, өздеріңіз көріп отқандай. Және залында кондиционер қондырылған. Терезелері бәрі жақсы. Сынып атқан, онда ештеңе жоқ. Мына жақ терезе жақ түсір жер, Нұрстан бауырым. Мына вид көрсеңіз болады. Мына жерде перекрестік қой. 31А, 31Б, 32Б. Осы перекрестік орналасқан Қаламқас-Домға қарамаш. Мына жерде Есенов бар жақын, және Дана супермаркеті бар екен. Міне үй осындай залы. Енді коридордан бастап бұлай арғы комнаттарды түсіре берейік. Кеттік. Коридорда осындай міне кен, адамдар кіріп шығуына өте әдемі, жақсы орналасқан. Жалпы мына жағына салған үйлердің бәрі жақсы, қарасаңыздар. Міне мынау спальня өзіңіз көріп отқандай, өте әдемі. Шкаптары бар екен. Обойларды әдемі, ондай жыртылып атқан, ондай ештеңе жоқ. Және мынандай шағын шкаптар бар, диван бар екен. Бұл да полный, бұл жерде полдардың бәрі ламинат. Бір адам без, екі адам жатуға да болады, бұлай жалпы. Енді ыңғайына ойласыз, 3 адамға дейін жатуға болады.
спальня өте жақсы салынған. Кеткенде келесі комнатты түсіріп тастайық, үшінші комнатымызды. Но біздің үшінші комнатымыз, ода жаңа ана екінші комнат спальнядан сай үлкендеу. Потолоктар сондай бетон, шпаклевкамен жасалған екен. Жаңа соңғы екі комнат спальняның потологы. Обойлар бәрі жақсы, бүтін, жыртылып жатқан ештеңе көріп тұрған жоқпыз. Сосын бұл жерінде пол ламинат. Бұл жерде осындай тоқ орнатып кеткен, арнайы телевизорге кабель тұр. Терезелердің бәрі бүтін, ашылып жабылып тұр. Қарасаңыздар болады, міне. Осындай ар жақтан вид көрінеді. Міне, өздеріңіз көргенде 3 комнатты үй 90 квадрат метр, пол ламинат, 2016-та салынған, екінші этаж. Осындай 3 комнат, бәрі ремонты бәрі жақсы, есіктерді сапалы, бұлай қалың есіктер, сынып атқан, қирып атқан, онда ешнеше жоқ. Осы үйді алам десеңіздер, осы видеоны салғаннан кейін астына міндетті түрде осы қазайынның деп жазылып, недемен жұмысының қазайын деп номерін тастап кететін боламыз осы үйдің. Сол кісіге хабарласып, алатын болсаңыздар келіп көрсеңіздер болады. Коридорларын айтып кетейін, ұмытып кеттім. Коридорда потологы немен жасалынған, гипс картонмен жасалынған, және андай әдемі өзінің кішкентай бір лампочкаларымен әдемілетіп жасалынған. Үй осындай, келіп қараңыздар. Және де осыған подписаться етіп, астында сұрақтарыңыз болса, комментария жаза отырыңыздар, біз міндетті түрде жауап береміз. Және осы біздің каналға подписаться етіп қойыңыздар, міндетті түрде. Және лайк басып қойыңыздар, ұнамаса дизлайк баспай қойыңыздар енді шамаларыңыз келгенше. Біздерді қолдап, кішкене қолпаштап жіберіңіздер. Осындай үйлер түсіріп тұрамыз алдыңғы уақыттарда. Сәттілік, әр қазағың баспаналы болсын. Кешірім сұраймын, ұмытып баратын, бұл үйдің бағасы 19 миллион. Енді келісім бар жалпы, келісуге болады, кез келген жерде сауда бар деген сияқты. Ал бәріңізге сәттілік, әр қазағың баспаналы болсын. Жазылыңыздар, таратып достарыңызға жіберіп отырыңыздар. Қош сау.